Қайырлы күн достар, біз бүгін Каратэ Пацан атты киноны айтатын боламыз. Каратэ Пацан негізі бұл кинода Джеки Чан ойнайды және Дрей атты қара нәсілді 12 жасар бала басты рөлде сомдайды. Ең бірінші бұл жерде күйеуі қайтыс болғаннан кейін жұмысы жабылып, Черри Паркер 12 жасар ұлын алып, 12 жасар ұлы енді Дрей ғой. Дрейді алып Бейжің қаласына көшіп келеді. Осы жақта қоныстанады, осы жақтан үй сатып алып, осы жерге тұрақтанады. Дрей Бейжіңге келгеннен кейін жас скрипкашы Мэй деген кәріс қызын көреді. Оған ғашық болып, екеуі бірге уақыт өткізеді, бірге ойындарға барады. Бірақ бұл Мэйдің әкесі бұл жігітке қарсы болып, енді онымен бірге уақыт өткізуге тыйым салады. Кейін Дрей мектепке барады. Осы мектепке барған кезде Чэнг атты бұзақы балалар осы Дрейді ұрып соға бастайды. Үнемі тиісе бастайды, үнемі қаша жөнеледі Дрей. Сөйтіп жүргенде ол ашуланып, мен де кунг-фу үйренемін деп осы үлкен Айдахар атты кунг-фу мектебіне келеді. Бірақ ол жерде Чэнгтің дайындық үстінде болып жатқанын көреді. Қайтадан артқа бұрылып, келесі күні мектепке тағы келген кезде осы Чэнг тағы осы Дрейді артынан қуа бастайды. Дрей бүкіл көшелерден, Дрей негізі өте ақылды бала болады, алдап соғып біраз жерге барады, бірақ бұл Чэнг атты бұзақы балалар бұл Дрейді ұстап алып қатты ұра жөнеледі. Тіпті қасындағы достары Чэнгке айтады, қой, ұрма болды, өлтіріп қоярсың деп. Бірақ бұл жерде Чэнг, біздің ұстазымыз айтқан жоқ па, адамды аяушы болма, оны өлтіріп барып тын әйтпесе ол саған шабуыл жасайды деп айтқан жоқ па деп қатты соққы беріп Дрейді тіпті өлтірмекші болады. Бұл кезде дәл осы сәтте Хан атты үлкен ер адам келіп Дрейді құтқарып қалады. Осы Хан осы 5-6 бұзақы балаларды жеңіп шығып, енді тиіспеңдер деп ескерту жасайды. Бұл жерде Дрей бұл Ханның кунг-фуды қатты меңгергенін, қалай жеңіп шыққанын сұрайды. Сол кезде Хан ол өзі кунг-фуды жас кезінен үйренгенін және мықты маман екенін айтады. Кейін Дрейді алып Хан мырза осы Айдахар мектебіне келіп, мектептегі мұғалімге, қатал мұғалімге, Лей деген мұғалімге келіп, енді осы балалар артық кетпесін, Дрейге енді тиіспесін деп талап қояды. Бірақ бұл Лей мырза өте қатал және өте жауыз мұғалім болады. Болған келіспейді. Сол кезде келісім шартқа отырады Хан. Егерде осы бала және сенің бір оқушың екеуі төбелесіп, енді кунг-фудан жақсы меңгеріп төбелесіп, кім жеңсе, егерде Дрей жеңсе, Дрейді жалғыз қалдыруын өтінеді. Егерде Лей мырзаның балалары жеңіп шығатын болса, Дрей мен Хан мырзада аяушылық күтпесін деп Лей мырза оған талап қояды. Хан мырза бұған келіседі және Дрейге айтады, сен күнделікті уақытта маған үйге келіп тұр, мен саған кунг-фуды күнделікті үйрете бастаймын деп. Қатты қуанған Дрей күнделікті осы Хан мырзаның үйіне келіп тұрады. Бастапқы кезде ол түсінбейді. Негізі жалпы Хан мырза бір үйде өзі жалғыз тұрады және үнемі келген кезде машина жөндеп жатады. Ішімдікке шамалы әуес болып көрінеді, бірақ өте ақкөңіл, жақсы ақылды кісі болады Хан мырза. Енді бірінші күні келеді Дрей осы Хан мырзаға, сол кезде жейдеңді жерге таста деп айтады. Жерге таста және ағашқа жейдеңді іл және ки деп осы 3 нәрсені айтады. Күнде 1 сағат дәл осылай жаттықтырып жүреді. Екінші күн өтеді және тағы да 3-ші күнде де дәл осы жейдені шешеді, жерге тастайды, алады, қайтадан киеді. Осы 3 приемды ғана осы Хан мырза Дрейге үйретеді. Дрей бұған шыдамы жетпей, қатты ашуланып кетіп қалады. Келесі күні осы Дрей өзінің қайттан Чэнг достарына қарап
қайтадан ашуын басып осы хан мырзаға қайтадан осы маған кунг-фуды үйрет деп қайтадан келеді. Сол күннен бастап хан мырза осы Дрейге барлық кунг-фудың бүкіл элементтерін үйретіп шығады. Осы сәтте осы Дрейдің анасы бақылап жүреді. Және осы хан мырзамен танысып, кунг-фуды үйреткеніне өте қатты риза болады. Одан кейін хан мырза осы Дрейді алып Вудан тауларына барады. Вудан таулары ол кунг-фудың меңгерген адамдары және көптеген жаттықтыратын адамдар, жыландар өмір сүреді. Енді өздеріңіз білесіз шығарсыздар кәрістерді. Одан кейін барлық нәрселердің барлығын көрсетіп, бүкіл мүсіндерді көрсетіп, түсіндіріп, осы хан мырза барлығын осы Дрейге үйретпекші болады. Бүкіл таулардан және бүкіл ағаштардан, сулардан өтіп, бүкіл не екенін, судың қандай қасиетті және желмен қалай жұмыс жасау керек, және осы жылан қалай қозғалады, бір аяқтап болса да ол адамды жеңеді және басқа да жан жануарларды қалай жеңетінін барлығын көрсетіп түсіндіретін болады. Одан кейін біраз жаттығады. Дрей жақсы жаттығулар жасап, күнделікті үйрене бастайды. Осы кезде Мэй кездесіп жүрген қызы екеуі бірге уақыт өткізеді және екеуі спектакльге барады. Осы кәрістердің салт дәстүрін Мэй осы Дрейге үйрете бастайды. Осы кезде Мэй Дрейге айтады: мен осындай уақытта скрипкадан жарыс болады, сол жақта өнер көрсетемін, сол жерге кел дейді. Бірақ бұған Мэйдің әкесі қарсы болып, енді менің қызыма жолама деп қатты айтады. Кейін бұл нәрсені ханға айтады Дрей. Осындай Мэйге сахнаға барайын деп едім, маған әкесі қарсы деп. Сол кезде Дрей қағазға жазып Мэйдің әкесіне апарып береді үйіне. Бұған әкесі риза болып, екеуі дос болуына рұқсат береді. Кейін күнде жаттығуларын жасап, осы Дрей күнделікті жаттығуларын жасап, жарысқа дайын болады. Ең соңғы күні Ли мырзаның оқушыларымен осы Дрей жарысқа түсе бастайды. Үлкен жарыс болады, бүкіл халық жиналады. Осы сәтте Дрей көптеген оқушыларды жеңе бастайды. Ал екінші жағында Чанг деген бағанағы не бар емес па, бұзық бала. Осы бұзық бала да өзінің қарсыластарының барлығын жеңіп келе жатады. Ең соңында осы Чангпен кім қалады? Дрей қалады. Осы сәтте Чангтың ұстазы Ли мырза айтады құлағына сыбдырлап: бұл өте қатты мықты жауынгер болған жас бала, бұның бір минусы бар. Осыны сен сол аяғын жарақаттады, жаңа алғашқы жарақаттады, соны қайтадан сен қаттырақ ұрып, аяғын сындыр дейді. Одан кейін жаңағы Чанг бұны естіп, өзінің осы Дреймен сайысқа түскен кезде Дрейдің оң аяғын қатты ұрып, әдейі сындырады. Дрей бұл кезде қатты ауырсынып, жерге жата қалады, тұра алмай қалады. Сол кезде бағанағы Вудан тауларына барған кездегі жылан есіне түсіп, соның бір аяқтап тұрып, бағанағы балаға қайтадан жекпе-жекке шығады. Сол кезде жаңағы Чанг қатты таңырқап, өз-өзіне түсінбей қалады. Ли мырза тіпті не деген ауыр соққы деп оған да таңғалады. Одан кейін жаңағы Дрей жылан сияқты бір аяқтап тұрып, өзінің қарсыласын оңдырмай жеңеді. Және бұл жерде бүкіл Ли мырзаның бүкіл оқушыларының барлығы Ли мырзадан бас тартып, осы хан мырзаға ұстаз болуына өтініш жасайды. Осы өтініш жасап, хан мырза барлығына ұстаз болуға шешім қабылдайды. Және бұл сәтте Дрей байқаусызда осы хан мырзаның машинасын өртеп жібереді. Осы сәтте хан мырза неге өртедің деп қатты ашуланып, не үшін екенін түсінбей, кейін түсінеді. Бұл бұрындары осы машинамен отбасын және бала шағасын алып келе жатқанда аяғына ерік бере алмай, рөлге ерік бере алмай, ұстай алмай, авария болып, бүкіл отбасынан айырылған. Ол өзін кінәлі санап, осы уақытқа дейін осы машинаны жөндеу үстінде екен. Одан кейін барлық нәрселердің барлығын ұмытып, осы балаларды жақсы жауынгер болуға, ақкөңіл, жақсы, тек қана жақсы жерлерде қолдануға
өте ұстаз болып шығады. Бұл кино сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Жас балаларыңыз, ұлдарыңыз болса жақсы мотивация береді деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңыздар. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.